Ассаламу алейкум, құрметті көпшілік. Мен енді өткен программамда сіздерге баюдың 5 жолын айтып кетемін деген. Сол сіздердің сұраныстарыңызбен баюдың 5 жолын айтып кетейін деп тұрмын. Ең бірінші жолы тәрбие. Тәрбие тал бесіктен дейді. Мысал үшін, ошақтың басын ана ұстайды. Осы ана үйде бала тәрбиелейді. Енді ол балаға тәрбие беру үшін адам өзін тәрбиелеу керек қой. Ең бірінші өзіңнен бастамасаң, өзіңді тәрбиелемесең, өзің дұрыс жүріп, дұрыс тұра алмасаң, дұрыс сөйлей алмасаң, дұрыс балаға не тәрбие бере аламыз? Бала саған қарап өседі, бала сенің айнаң. Қазақ өте ақылды, өте дана, өте жақсы халық қой. Құшағы кең, мінезі жайдарлы. Қазақтың өзінің кең даласындай, олардың махаббаты да сондай. Сондықтан мен қазағымды қашанда айта аламын, мақтанышпенен. Әрқайсысы өзін тәрбие алсын. Ол енді баюдың бірінші жолы тәрбие. Енді ол екінші баюдың екінші ережесі. Ол енді еңбек. Өзі маңдай терін төкпей еңбек болмайды. Ол ана тез жолмен келген байлық болсын, ол енді оны ие болып тұру қиын. Сондықтан да менің айтайын дегенім, жалпы адам баласы бар жоқты жасай аласың. Қашан болсын жоқты сен жасай аласың. Өйткені жоқ нәрсеге сен күш саласың, маңдай тер төгесің. Ал енді бар нәрсені ол бар нәрсені ұстап тұру жоқ нәрсені жасағаннан да қиын. Өйткені ол жоқ нәрсені жасау оңайырақ болады. Жоқ нәрсеге сен еңбек етесің, маңдай тер төгесің, жасайсың. Ал қанша маңдай тер төгсең де бар дүниені ұстап тұру өте қиын. Бір нәрсені бастап, өзің бір нәрсені жасасаң, сен оны бастан аяқ білесің, түсінесің. Оны сен қорғап тұра аласың. Ал енді өзің жасамаған дүниені сен ұстап тұра алмайсың. Өйткені сен оның қалай келгенін, оның сен табысын ғана көресің. Онан кейін ол тез құрып кетеді. Оның болашағы болмайды. Ал егер сен өзің бастап жасаған дүние, оның болашағы болады. Өйткені ол сенің маңдай теріңді салған нәрсең болғандықтан, оның болашағы болады. Жақсы ұстаз дейді, жақсы жетекшілікпенен адамдарды, жай ғана бір оқып келген адамды мысал үшін жоғарылата алады. Ал енді жаман ұстаз ол өзінің білімді шәкіртті ол көре алмайды да, ол оқып келген білімді азаматты құл етеді. Мысал үшін ол өзінің деңгейінен аспай қалады, ол көтеріле алмай қалады. Сондықтан ұстазға да өте көп нәрсе байланысты. Өмір бойы үйренесің, өмір бойы еңбектенесің, өмір бойы тәжірибе жинайсың, өлгеніңше сен шәкірт болып қаласың. Енді үшінші ереже ол тазалық. Тазалық, енді тазалық жоқ жерде ештеңке болмайды. Ол белгілі қайсыңызға болса да. Тазалық дегенің негізгі періштелер үйілетін жер ғой. Егер таза жер болса, періштелер амин деп тұрады. Жаман жерге өздеріңіз білесіздер, ібіліс қоса жүреді, тазалық болмаған жерде. Сондықтан адамның жан дүниесімен қоса тазалық бірге жүрсе, ол енді адамның ісі алдыға басады. Қандай отырған жерің болсын, тіпті киген киіміңнен бастап өзің таза болуың керек. Басыңа байлаған киімің болсын, үстіңдегі киімің болсын, сөйлеген сөзің болсын, бәрі дұрыс болу керек. Сондықтан да оның бәрі тазалыққа жатады. Мысалы, бай адамдар таза жүреді. Бастан аяқ өзінің тазалығын ұстайды, тіпті тілдеріне де ие бола алады. Оның өзі еңбек қой. Сен оны тазалап, оны реттеп, оны қойып, оны жүрудің өзі, өзіңе уақыт бөлмесең, өзіңе тазалық шақырмасаң, сен баюдың, ақшаның жолы өте қиын келеді. Ол енді маңдай терменен, еңбекпенен болған күннің өзінде де
ол енді жаңағыдей тазалықпен теге бірге келеді. Онда періштелер әмин деп тұрады. Төртінші ережеміз бізде бумеранг. Бұл енді алған қолым береген дейді. Жомарттық болу керек адамда. Жаңағыдей әрбір садақаның келетін орны бар. Кімге болса да көмектескен дұрыс. Ол кәрі болсын, ол жас болсын, еңбектеген баладан еңкейген ақсақалға дейін көмек керек. Көмектескеннен кейін ол көмегіңді ұмытып кету керек. Мен көмектестім екен, мынаған қарайластым екен деуге болмайды. Ол енді адалдық деген нәрсе өзі содан басталады. Өзіңе өзің адал бол, жан дүниеңе адал бол. Сол өзіңнің берген адамға, ой, осыны мен беріп қойдым ау, неге мен осыны осылай істедім деп қиналуға болмайды. Берген жақсылығың нәрсеңді, істеген жақсылығыңды адам ұмытып кету керек. Адам тек қана ертеңгі күнменен өмір сүру керек. Ол өтіп кеткен нәрсеге бұрыла берудің қажеті жоқ. Өтіп кеткен күнің ол сенің өмірлік сабағың, ол жабылып қалған кітаптың беті. Бесінші айтайын деп отырған ереже, ол енді жүйелік, систематичность. Бұл енді жүйелік дегеніміз не нәрсенің ауыртпашылығы болады ғой. Мысалы үшін осы бизнес бастасаң да, еңбек жолын бастасаң да, жай оқуыңды бітіріп келіп сол салаға жұмысқа кірсең де, сенің жұмысың бірден жүріп кетпейді. Сондықтан сен ол өмірлік шәкірт болғандықтан сен оны оқып, ары қарата біле беруің керек. Практически үйренген өте жақсы ғой. Адам өзі көзімен көрген нәрселер, қолымен істеген нәрселер өте жоғары дәрежеде бағаланады. Сондықтан жүйеге түсіп алмай, ол енді жоспар енді құрып жасасаң, бұзылып құлап қалсаң да, жарты жолда арқата жүргізе алмай жатсаң да, ол жүйеге түсіп алып, қайтадан жоспарыңды, сол жоспарыңменен дұрыс жоспар құру керек. Алдыға қойған мақсат болу керек. Жоспармен жай ғана ауырсаң да, мысалы үшін, аурудың өзі аяқ астынан дейді, ал жазылу дейді, ағаш басынан дейді. Ол өзі жылдар бойы ағаштың бітті күні қандай, үлкен күні қандай. Не нәрсеге сағатыменен. Мысалы, сол уақытымен ішу керек дәрінің өзін. Мысалы үшін, сен сағат 8-де іштің бе? Кешкі 8-де, таңертең 8-де. Әрбір уақытынан ауытқытмау керек. Сонда енді адамда результат болады. Барлық жағдайда еңбекпенен осы 5 жоспарды сіздер өзі қадағалап өздеріңізге оқып біліңіздер, тағы да ары қарата түсіндірем. Енді жаны саудың, дені саудың жаны сау дейді. Осы бай болудың 5 осы ережесін айтып жатырмын. Осыған өздеріңізде де қосатындарыңыз болса, жаза кетіңіздер. Мен де оқып, сіздерменен бөлісемін. Көргендеріңізге рахмет, сау саламатта болыңыз.